Осы желбіріне арналған матаны екі бүктейміз де енінен қиып шығамыз. Ені бізде 18 сантиметр болу керек. Енді осындай желбірден бізден общий 16 штук керек. Яғни бір жағына 8, бір жағына 8-ден кетеді. Міне мен барлығын 16 штукты қиып дайындап алдым. Осылай. Енді желбірлеріміздің екі жағында московский шопен жасаймыз. Осылай ішкі жағы бетіңізге қарап тұрады да, ал сырт жағы осылай машинкаға тиіп, осылай қайырамыз. Және де 0,1 тігіс жүргізіп шығамыз. Енді осы артық жерімізді қиып тастаймыз. 1-2 мм жеткізбей тігіске және тіккен тігісімізге осылай қиып шығамыз барлығын. Барлығын қиып алдық. Енді осыны екінші рет тағы да қайырамыз. Өте кішкене ғана қайырамыз да екінші қайтара тігіп шығамыз. Енді бірінші жағын тіккен сияқты екінші жағында тура солай тігіп шығамыз. Енді барлық 16 штукты да осылай тігіп шығамыз екі жағында.